Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте оңай жасалатын печенье дайындаймыз. Бізге ол үшін 150 грамм қант, 2 жұмыртқа, 60 грамм маргарин, 200 грамм ұн, 3 кішкентай қасық какао және 1 кіші қасық разрыхлитель қажет болады. Видеодағыдай ең алдымен маргаринімізді қантымызбен езіп аламыз. Содан кейін 2 жұмыртқаны жарып, біркелкі масса етіп араластырамыз. Миксерлесеңіздер де болады. Енді сұйық массамызға ұнымыз бен разрыхлителімізді 2 бөліп қосатын боламыз. Кейін 3 қасық какаомызды қосамыз. Барлығын жақсы етіп араластырамыз. Біркелкі массамыз дайын болды. Қолымды кішкене майлап алдым, мен шемішкен майымен. Сол кезде қолыңызға жабыспай, печенье формаларын жақсы дөңгелектеуге болады. Кейін дөңгелектеген печеньеларымызды сахарный пудраға аунатып, ыдысымызға салып аламыз. Дайын болған печеньеларымызды духовканың формасына салып шығамыз. 200 градуста 10-12 минут піседі. Печеньеміз тез дайын болады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте жұмсақ болып шықты менде. Мінекей печеньеміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.